Ана деген сөздің өзінде адамзаттың барлық мейірімі мен мұңы, барлық төзімі мен тағдыры жатқандай. Кейде бір ананың ғұмыры бүтін бір дәуірдің шежіресіне айналады. Базарбаева Марияш Садық қызының өмір жолына қарасаң, қазақ әйелінің маңдайына жазылған қайсарлық пен сабырдың, адалдық пен аналықтың тұтас бір келбетін көргендей боласың. Сыр бойының самалына тербелген қалың жыңғылы мен боз жусаны, иісі аңқыған Қайырсуат деген шағынған ауылда 1926 жылдың қыркүйегінде дүние есігін ашқан қарадомалақ қыздың кейін осындай үлкен әулеттің ұстынына айналарын ол кезде кім білген? Марияштың әкесі Садық молда, көкірегі ояу, көзі ашық, діннің де, тіршіліктің де жөнін білетін адам болған. Ел ішінде Садық молданың үйі деген аттың өзі үлкен бір сенімнің белгісінде айтылатын. Ал анасы Айнек қазақ әйеліне тән қанағат пен ұятты бойына жиған, шаңырақтың отын өшірмей отырған момын жан еді. Анамыздың 4 інісі болған. Бәрі бұл дүниеден өтті. Барлығының балалары, немерелері, шөберелері бар. Қазір Шымкент қаласы Түркістан облысында тұрып жатыр. Осындай тәрбиелі шаңырақта өскен қыздың жүрегіне ерте жастан-ақ иман мен инабат ұялаған. Ол заманның балалығы да бөлек еді. Қазіргі балалардай ерке өскен жоқ олар. Ертеңгі күннің қамын ерте ойлап есейді. Ауылдағы 7 жылдық мектепті бітірген соң өзі білім алған мектепте бала оқытты. Жас қыздың үні алғаш рет тақта алдында шыққанда, бәлкім тағдыр оның бүкіл өмірін ұстаздықпен байлап қойған шығар. Сөйтсе де жастықтың гүлін соғыс жұлып әкетті. Ел басына күн туған ауыр жылдар еді ол. Ер азамат майданға аттанып, ауылда қалған әйел мен бала, шал мен кемпірдің иығына бүтін бір мемлекеттің жүгі артылды. Сондай шақта Марияш та қарап қалған жоқ. Учетчик болып еңбек етті. Көлден ауланған балықтарды майданға жөнелтті. Бәлкім оның қолымен жіберілген бір дорба балық аш сарбаздың жанын сақтап қалған шығар. Мұндай еңбектердің даңқы айтылмайды. Бірақ тарихтың ең қасиетті беттері дәл осындай үнсіз ерліктерден тұрады. Сол сұрапыл жылдары оның тағдыры Төлек Базарбаевпен тоғысты. Әкеміз 1912 жылы туылған. Қазіргі Өзбекстанға қарап кеткен Навой облысы, Тамды ауданы, Сөгітті ауылғы округі, қазір Жаңа Шаруа ауылында дүниеге келген. Төлек ел ісіне ерте араласқан, көзі ашық азамат еді. Соғысқа барып, денсаулығына байланысты елге оралған соң Қайырсуат мектебіне директор болып тағайындалады. Елдің ертеңін білімнен іздеген азаматтың жүрегі де кең болатын. 1943 жылы екеуі шаңырақ көтерді. Бірақ олардың жастығы шаттықтан гөрі күреспен өтті. Соғыстан кейінгі жоқшылық, ауыл тұрмысының ауырлығы, қызметтің машақаты бәрі жас отбасының иығына түсті. Сонда да олар мойыған жоқ. Себебі ол буынның адамдары тағдырға өкпе айтуды білмейтін. Жоқтыққа намыспен қарсы тұратын. Төлек әкеміз Сырдария, Жалағаш, Қармақшы аудандарында мұғалім, мектеп директоры, ауылдық кеңес төрағасы болып қызмет атқарды. Ал Марияш қайда барса да ұстаздық жолынан айнымады. Екеуінің де бар мұраты халыққа қызмет ету еді. Алайда өмір кейде адамға көтере алмайтындай сынақ береді. 1960 жылдың 9 мамырында Төлек дүниеден өтті. Бұл қаралы хабар бір шаңырақтың ғана емес, бір әулеттің белін сындырғандай болды. Марияш анамыз сол кезде небәрі 34 жасқа қараған келіншек еді. 4 баламен жесір қалу айтуға ғана жеңіл сөз. Ал оның ар жағында қанша көз жасы,
қанша ұйқысыз түн, қанша үнсіз күрсініш жатқанын бір Алла ғана біледі. Бірақ қазақтың әйелдері сын сағатта сынбайды. Марияш та сынбады. Қайта тағдыр салған ауыр жүкті беліне буып алып, балалары үшін қайта тұрды. Қызылордаға көшіп келді. Күндіз жұмыс істеп, түнде оқыды. Қызылорда педагогикалық училищесін бітіріп шықты. Өмірден теперіш көрген адамның көбінің жүзіне мұң ұялайды. Ал Марияш анамыздың жанарында шаршау болғанымен үміт өшпеген еді. 1961 жылы номері 112 орта мектепке мұғалім болып орналасқанда оның алдындағы ең үлкен мақсаты өз балаларын адам қатарына қосу болатын. Кейін номері 43 мектепте ұзақ жыл еңбек етті. Талай баланың қолына қалам ұстатты. Талай бүлдіршіннің жүрегіне алғашқы әріпті жазды. Ұстаздық деген жай кәсіп емес, ол адам жанына сәуле себу. Марияш анамыз сондай сәуле шашқан жандардың бірі еді. Бірақ оның ең ұлы еңбегі өз балаларына берген тәрбиесі болатын. 4 баланы жеткізу, оларды оқыту, үйлендіріп, шаңырақ көтерді. Бұл бір адамның ғана емес, бүтін бір әкенің жүгін арқалау еді. Ол ешкімге міндетсінген жоқ, ешкімнен аяныш сұраған жоқ. Ана жүрегімен бәрін жеңді. Қазақ әйелдерінің ұлылығы осында шығар. Олар таудай қайғыны үнсіз көтереді. Марияш анамыз да сол үнсіз алыптардың бірі болды. 1981 жылы зейнетке шыққанымен оның ұстаздығы тоқтаған жоқ. Немерелерінің әліппесін ашып, олардың маңдайынан сипап отырған сәттері бәлкім оның өміріндегі ең бақытты күндер шығар. Өйткені ананың шын бақыты артында қалған ұрпағының амандығы. 2002 жылдың қаңтарында ол кісі бұл дүниемен қоштасты. Анамыздың анасы Әйнек әжеміз 1974 жылы шілде айында Жетісайдан машинамен Мүбәрәк баласы Бекен немересімен Қызылордаға қыздың үйіне қыдырып келіп, осында қайтыс болды. Әжемізді осында ата қоныстары Амангелді ауылындағы қорымына қойды. Біздің анамыз да анасының қасына қойыңдар деп бізге аманат етті. Анамыздың соңғы аманатына қиянат жасамадық. Сол қорымда анасы Әйнек әжеміздің жанында жатыр. Иә, ол бақиғаттанды, өлді, өзекті өртеген өкініш. Бірақ кей адамдарды өлді деуге ауыз бармайды. Себебі олар артында қалған ұрпағының мінезінде қалады. Немересінің көзіндегі мейірім болып қалады. Баласының сөзіндегі тәрбие болып қалады. Шаңырақтағы тәртіп, дастархандағы береке, әулеттегі сыйластық болып қалады. Марияш анамыз да сондай мәңгілік аналардың қатарынан еді. Ол бір әулеттің ғана емес, бір дәуірдің анасы. Ол тағдырға мойымаған қазақ әйелінің бейнесі. Ол үнсіз еңбек етіп, үнсіз төзген ұлы жүрек. Ана туралы сөз ешқашан таусылмайды. Себебі ананың қадірін уақыт өткен сайын тереңірек түсінеді екенсің. Бүгінгі таңда әкеміз бен анамыздан туған 2 ұлы мен 2 қыздан тараған ұрпақтары, немерелері, шөберелері ақылдаса келіп, анамыз тірі болғанда 100 жасқа келер еді деп, әкеміз 114 жаста болар еді деп ас беріп жатырмыз. Әуелі Алла тағаланың қош көруімен және де анамыз бен әкеміздің арқасында біз де балаларымызды үйлендіріп, немере шөбере сүйіп отырмыз. Жатқан жеріңіз жарық, топырағыңыз торқа болсын. Анажан, шаңыраққа болдың пана, жамандық қылмаушы едің ешбір жанға. Амал не, жоқсыз бүгін ортамызда, сағындық ана сізді баршамызда. Жан ана, ұл қызыңның тірегі едің, тірі болсаң жарқырап жүрер едің, болмасаң да бүгін біздің жанымызда, айтқан сөзің тәтті күлкің жадымызда. Сағынамыз,
сарғаямыз жабыға, қайғы-мұңды көтерерміз жабыла, қара жерді сен жатырсың жамыла, көзімізден ыстық жастар ағыла. Жұбанышпен жанымыз жабырқаулы, сағынышпен барлығы еске алады, өзіңізбен өткен күндер жадымызда мәңгіге сақталады.